Сәлем әлемде әр секунд сайын қызықты және ерекше нәрсе болады. Әр сағат таңқаларлық және түсініксіз нәрсе, және ай сайын ұятқа қалдыратын нәрсе. Ғаламторды дүр сілкіндіретін және бейнебақылау камераларына төскен 10 шынайы бейне. Бастайық. Жол болмауы туралы не білесіз? Қытай қоймасындағы қарапайым жұмысшы сізге бұл туралы көп нәрсе айта алады. Бір сәт және тек шатастырып алған педаль нағыз қайғылы жағдайға әкелді. Камераның көрінісіндегі барлық қораптар құлады. Өзімен бірге жақын тұрған сөрелерді де алып кетті. Жүргізушінің қираған қораптардың астында көмілгені қорқынышты, және оның аман қалғаны белгісіз. Жол магистралі 13 шілде 2013 жыл. Газ баллондарын тасымалдаған автокөлік барынша апатқа ұшырамауға тырысады. Көлік тайып кетеді және барлық қауіпті жүк трассаға шашылады. Ол барлық жолды жалынға айналдырған күшті жарылыс береді. Авторегистратордағы бейнеден жарылысқа бірнеше секунд қалғанда, көліктердің бірінің жүргізушісі тура жолдан қалай секіріп түсіп жатқаны анық көрінеді. Оны екінші туған күнімен құттықтайық. Лифт бұл қажетті қабатқа жетудің жылдам әдісі. Алайда бұл видеода ол 2 жас жігітті келесі өмірге жіберуге сәл қалды. Жоғары қабатқа көтерілуге ниет білдірген жігіттер лифттің ашық кабинасына кірді. Сол уақытта олардың аяғының астындағы платформа кенеттен жүріп кетті. Қабаттар арасында қысылып, құтқарушылардың көмегі қажет болды. Оның тағдыры не болғаны бұдан әрі белгісіз. Көмек келген кезде ол ессіз-түссіз болды. Сізді жол бойындағы кафеде не күтіп тұрғанын ешқашан білмейсіз. Калифорниядағы мейрамхананың даяшысы хот-дог дайындап жатқанда, одан бірнеше шұжықты алып, оны өзінің бір жеріне тығып, қайтадан хот-догқа салды. Үстіне кетчуп құйып, ештеңе болмағандай, оны тапсырыс берген адамға жеткізді. Ас болсын. Ал енді 2 бет қағаз алып, түрмеден қалай тез қашу керектігін жазамыз. Дағыстанда тұтқын қашудың ерекше әдісін ойлап тапты. Толығымен жалаңаш болған қылмыскер тұтқындаушыларға тамақ беретін терезеден қашып кетуге тырысты. Бір қызығы, ол бұл істе жетістікке жетті. Бар болғаны 3 минуттың ішінде тұтқын босатылды. Ең таңқаларлығы, полиция оны әлі де іздеуде. Кішкентай қолтырауынан әдемі не болуы мүмкін. Көптеген елдерде бұл үй жануарлары ретінде асырау өте беделді болып саналады. Бұл беделді болады, егер сіз бір күні қоршау есігін жабуды ұмытып кетсеңіз. Мұндай жағымсыз оқиға осы жас жұбымен болған. Олар өздерінің ұмытшақтығы салдарынан түнде бассейннің жанында жарты метрлік қолтырауын тапқан. Сіз қаншалықты жиі бұрыласыз? Егер осы бразилиялық жігіт бұрылса, бәрі ойдағыдай болар еді. Бірақ ол басын бұрып айналаны қадағаламай жүрді. Сондықтан ол басына ауыр соққыны белгісіз жақтан шыққан шинадан алды. Мұндай соққыдан әр адам есінен танып қалады. Оның сүйіктісі дереу жедел жәрдем шақыра бастады. Өйткені мұндай соққыдан кейін дәрігерлердің көмегі 100% қажет болады. Найзағай. Бұл нақты сұмдық жағдай. Найзағай бір жерге 2 рет соқпайды деп кім айтты? Әрине, бұл жас жігіт емес. Бейне бақылау камерасы найзағайдың соққысы кейде Қытай жігітіне тиген сәтті жазып алған. Бірақ бұл жігіт өте күшті, тіпті өзі орнынан тұрып әрі қарай жүре берді. Бірақ найзағай жігітті тағы да соққан. Ең таңқаларлығы, ол аман қалды. Осы оқиғадан кейін жергілікті ғаламтор жұлдызына айналды. Өз ақымақтығы ма немесе жұлдыздар осылай қалыптасты ма? Бірақ бұл факт, бұл жігіт өте қатты ауру сезді. Акробатикалық элементтерді орындау кезінде қолдары байланған болатын. Әсіресе қорқыныштысы, бұл буындар сынған кезде естілген дыбыс. Біз оған тез жазылуды тілейміз. Құрметті жолаушылар, Елес пойыз станцияға 5 минутта келеді. Алайда Лондон метросында орнатылған камера Елес пойыздың платформасына келген сәтті түсіріп алды. Адамдар оған мән бермейді. Ол вокзалға тыныш келеді, содан кейін жоғалып кетеді. Осымен болды достар. Осы видео сізге ұнағанына сенімдімін. Олай болса, не істеу керектігін білесіздер. Кездескенше.